Қайырлы күн, мен бүгін райхан деген тамақ жасадым. Не үшін райхан деп атайтынымды видеоның соңында айта кетем. Бұл тамақты кішкентай кезімде анам өте көп істеп беруші еді. Алдымен керекті заттарды осылай қызартып қуырып аламыз. Бұл менде ет, картошка, пияз, сәбіз. Қызартып қуырғаннан кейін артынша су құямын. Судың артынша бір кесе машты жақсылап жуып, оны да саламын. Жақсы дәм беру үшін түрлі приправа, чеснок и лавровый лист салдым. Маш пісіп, жақсылап езіліп піскеннен кейін бір пиала күрішті жуып саламын. Мына видеода түсіруді ұмытып кеткен. Күрішіміз піскеннен кейін райхан деген жапырақты саламын. Мен сол үшін бұл тамақты райхан деп атаймын. Райхан бұл асқа өте керемет дәм береді. Астарыңыз дәмді болсын. Ал сіздер бұл тамақты қалай атайсыздар, комментарияға жаза кетіңіздер.